Сәлеметсіздер ме? Менің атым Фазылбек Мадина. Мен 116-шы жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы Б сынып оқушысымын. Мен «Бояулар құпиясы» атты республикалық жас суретшілерге арналған конкурсқа қатысқым келеді. Және де мен өз суреттерім туралы айта кетсем, мен негізінен натюрморт тақырыбында және де пейзаж тақырыбында сурет салғанды жақсы көремін. Пейзажды мен табиғатта салғанды жақсы көремін, және де натюрморттарды күнделікті қолданатын адас-аяқ немесе түрлі жеміс-жидектерді салғанды ұнатамын. Негізінен екіге бөлеміз. Ол композициялық пейзаж және де қарапайым пейзаж. Менің суреттерім ол екеуіне де жатады. Мен бұлай екеуін салыстырғанда қарапайым пейзажда біз тек қана тау-тас пен табиғатты салатын болсақ, ал композициялықта біз ерекше бір сюжетті, адамдардың қимыл-қозғалысын саламыз, бейнелейміз. Мен көбінесе сюжеттік жанрды жақсы көремін, сондықтан да күнбатысты, адамдардың қозғалысын, күнделікті өмірін салғанды жақсы көремін. Және де мен натюрморттарды немесе кез келген суреттерімді өзімнің көңіл күйіме байланысты түстердің гаммасын қолданамын. Сіздерге сәттілік.